Қисынбай кен орнында 2 жатақхана бар. Бірінші жатақхана 50 орындық және екінші жатақхана 18 орындық. Біздің жалпы міндетіміз осы 2 ауысымда түнгі және күндізгі ауысымда жұмыс жасап жатқан жұмысшы мұнайшыларымызға үйдегідей жағдай жасау, жұмыстан тыс уақытта өздерінің үйіндегідей демалғандағыдай барлық жағдай жасау біздің бірінші міндетіміз. Қисынбай кен орнының бірінші жатақханасы, бұл жатақхана 2005 жылы қолданысқа берілген. Жалпы сыйымдылығы 50 орындық. Бұл біздің жатақхананың демалыс орны. Жұмысшылар жұмыстан тыс уақытта бұл жерде демалады. Теледидар қарайды, журналдар оқиды, нарды, шашкілер ойнап. Болмаса, мына жерде музыкальный инструменттер бар, домбыра, гитара, солармен кешкі өздерінің көңілді өткізуіне осы демалыс орны жасақталынған. Және де қазіргі заманауи үлгіде ТВ зона дейміз, сол ТВ зона жасақталған. 2025 жылы МБ Мұнайгаз акционерлік қоғамының басқармаларының арасында 40-қа тарта жатақханалар арасында 2 мәрте біздің жатақханамыз үздік жатақхана мәртебесіне ие болды. Бұның өзі біздің жатақхана үшін үлкен жетістік, бұның барлығы үлкен еңбек. Жұмысшылардың жұмыстан тыс уақытта бұл жерге келіп дене шынықтырумен айналысады. Бұл жерде барлығы заманауи үлгіде жасақталған. Бар, настольный теннис, беговая дорожка, арқа бел буындарына арналған тренажерлардың барлығы бар. Бізде жатақханада айналасын төңірегін барлығы көгалдандыру жұмыстары жүргізілген. Күнделікті суарудың арқасында осындай үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Қисынбай кен орны жатақханаларының алаңында жұмысшылардың жұмыстан тыс уақытта демалуына, спортпен шұғылдануына арналған сыртқы тренажер алаңы орналасқан. Сонымен қатар футбольный поле бар, және де таңертеңгі уақытта медициналық тексеруден өтуге жағдай жасалған медпункт бар. Сонымен қатар 2017 жылғы жаңадан салған бір мезетте 60 адам тамақтанатын асханамыз бар. Асханамыздың барлығы түгелдей жаңа технологиямен жабдықталған, барлық жағдайлар жасалған. Сонымен қатар қазіргі заман талабына сай салауатты тамақтандыру жүйесі қолға алынып жатыр. Бұл біз үшін мақтанарлықтай жағдай. Біз ағымдағы жылдың сәуір айынан бастап ас мәзіріне салауатты тамақтану бағдарламасын енгіздік. Бұл бағдарламаның мақсаты адамдардың ағзасына зиянсыз, майсыз, қантсыз, тұзсыз тағамдар әзірлеу. Бұл бағдарлама жұмысшылардың сұранысы бойынша енгізілді.